ислам дініндегі маңызды Алла тағаланың көптеген Құранда көптеген аяттар түсірген осы неке және отбасы мәселелеріне байланысты. Бұл өте маңызды тақырыптардың бірі. Яғни неке дегеніміз ер адам мен әйел кісінің бірге некелесуге рұқсат етілген адамдардың Алланың алдында яғни сөз беру, келісімге отыру, сондай-ақ куәгерлердің алдында, ең аз екі ер адамның куәлігінің алдында неке қию. Бұл неке мәселесі исламда арнайы белгілі бір шарттарды алып келген. Яғни қандай да бір осы шарттар орындалмайтын болса, ол неке болып есептелмейді. Өйткені қазір кезде жасырын ата-анасының хабарынсыз жастардың бір араға келіп бірге тұру оқиғалары кездесіп жатыр. Бұл әрине дінімізге қайшы, бұл неке болып саналмайды ешқандай да. Сондай-ақ неке дегеніміз бұл ер адамның және әйел кісінің үлкен жауапкершілігін талап етеді. Яғни бұл отбасы деген қасиетті бір ұғымды, яғни осы бір қасиетті мемлекетті құрайтын бір кіші мемлекетті құрып отқаннан кейін оған жауапкершілікпен қарау керек. Ода бала шағаға деген жауапкершілік, ер мен әйелдің бір-біріне деген жауапкершіліктерін түсіну керек. Сондай-ақ неке құрылғаннан кейін, отбасы болғаннан кейін мейлінше сол отбасыны бейбіт, яғни шаңырақ шайқалмастан ұстап тұруға тырысуымыз керек. Осы жақын уақытта мен мына интернет желісінен де оқыдым. Жаңағыдай сол жерде айтады, кейбір елдерде уақытша неке жасасуға рұқсат берген екен, бірақ та соның қазір зәбірін көріп, сол уақытша некені қалай тоқтатуларын білмей жатыр. Елдің халықтың арасында тарап кеткен. Негізі таза ислам бойынша уақытша неке деген нәрсе болмау керек. Неке деген ол мәңгілікке ниет етілу керек. Егер де біреу неке жасап жатқан кезде ханафи фиқхы бойынша оның ішінде мен уақытша некелесіп жатырмын деген ниет болатын болса, ол неке есептелмейді, саналмайды. Ол неке бірден бұзылады. Исламдағы неке бұл құндылық жағы жақсы ұрпақ, жақсы қоғам қалыптастыруда некенің рөлі жоғары. Яғни ерлі-зайыптылар өздеріне теңін тауып және өз мақсаттарына, армандарына жетуде бір-біріне сүйеніш бола алатындығын таңдап, және сол екеуі бір мақсатқа немесе арманына қол жеткізу үшін елге жариялап шаңырақ құру, ол исламдағы ең маңызды іс. Исламның негізгі мақсаты да бейбіт қоғам қалыптастырумен біргелікте өмірге еліне мейірмен қарайтын, ата-анасына рахымменен сыйлайтын ұрпақ, жақсы ұрпақты дүниеге келіп болатын болса, ал соның негізі осы некеде тұр. Сондықтан да некенің исламдағы орны жоғары.